Маятниктің әлегі. Мен үнемі сабақтарымда айтатын стакан техникасының авторы Вадим Зеландтың әйгілі Transurfing Reality кітабының алғашқы бөлімінде маятник деген ұғым бар. Сөздікте маятникті тілшік деп аударады, бірақ түсінікті болу үшін маятник терминін қолдана бергенді жөн көрдім. Сондай-ақ сабақтарымда маятникке энергия бермеу керектігі туралы көп айтамын. Ендеше сол маятник деген не? Көптеген адамдардың бір мезгілде бір бағыттағы ойы энергиялық ақпараттық құрылым жасайды. Оны Вадим Зеланд маятниктер дейді. Бұл құрылым өздігімен дамыған сайын адамдарды өзіне бағындыра бастайды. Олардың дегеніне көнгенде адамдар өзінің не істеп, не қойғанына есеп бермейді екен. Таратып айтайын. Кез келген адам әртүрлі әлеуметтік желідегі топтарда, сондай-ақ отбасылық және ортақ пікірдегі достардың тобында, оқуына, қызмет бабына сай WhatsApp топтарында отырамыз. Кейбіреулер саяси партияларға тіркелген сияқты. Егер сізге тіркелген тобыңыз ұнамаса, WhatsApp'тан шығып кетесіз. Солай ма? Ал егер ортақ мүдде немесе айтар әңгімеміз ортақ десеңіз, сол топта отырасыз. Яғни бір бағытта ойлау деген осы. Енді қараңыз, әрбір адамның өз энергетикалық бірлігі болғандықтан, әрқайсысы бір маятник бірлігі. Енді осындай маятниктер тобының ойы бір бағытқа қарай бұрылғанда топтық маятник пайда болады. Неге маятник? Өйткені бір бағытқа қарай көп адам бұрылған сайын ол қатты шайқала түседі. Себебі топтың әр адамы оны өз энергетикасымен сусындатады. Әр маятниктің мақсаты жалғыз, өзін ұстанған адамның энергиясын алу. Яғни адам өзі бағынатын жүйенің бағытын ұстанады. Міне, бұл Зеландтың түсіндіруі. Қарапайым тілмен түсіндірейін. Мәселен, бір кездері суицид деген пәле шықса, республиканың әр өңірінен осыған ұқсас ақпарат тарай бастайды. Қалай ойлайсыз? Әлгі қорқынышты ақпаратты оқыған қоғам соған қарай энергиясын беріп қояды. Маятниктер тартылып жатыр. Қызғанышта маятник. Қызғаншақ адамның қызғаншақтығы ішінде тұрады. Оны бірден жеңе алмайды. Не істеу керек? Ол үшін ең алдымен тәкаппарлықты жеңу керек. Өйткені ол, мынау неге шығып жатыр? Мен неге шықпаймын? Менің одан қай жерім кем деген сынды сұрақтар толассыз ішін өртейді. Негізінде адам баласы Алла тағаланың алдында ешкім еместігін түсінгенде өз тәкаппарлығын жеңеді, тәкаппарлығы сынады. Сол үшін қызғанышпен де күресу керек. Мысалы, біреу тұрмысқа шықты ма, оны қызғанбай, аузымен ең болмаса күшті бізге де жұғысты болсын. Маған да жұғысты болсын, керемет жаңалық деу керек. Тағы да бір мысал үшін футбол көретін адамдарды айтайық. Кейбір әйелдер болады, командалардың шашбауын көтеріп Реал Мадрид деп отыратын. Футболдың не екенін білмейді, бірақ балет етеді. Сөйтіп жүргенде күйеуге тиеді, сосын күйеуі футбол көретін болып шығады. Басында жүйкесіне тие бастайды. Өшірші, осы футболда бәле болып кетті дейді. Сосын бір күні күйеуі азаннан кешке дейін сол футболын көре бастайды. Құлағы ести бастайды, біртіндеп футболистердің аттары миына кіре бастайды. Месси, Рональдо деп бүгін қаншада болады деген қызығушылығы ояна бастайды. Bir қарасаң стадионда футболдың ішінде отырады. Демек, жоғарыда айтылған негативтермен де осылай күресу керек. Кейде біз бір нәрсені білгіміз келіп, қалай болды, не болды деп ішіне кіріп кететініміз бар. Бірақ кез келген негативті ойлаған сайын, оны айтқан сайын тарата бастайтынымызды ескере білмейміз. Мәселен, Астанада 5 бала өмірден қайтты. Елдің бәрі айтты, шулады. Қарасаңыз, апта сайын бірінің артынан бірі сондай жағдай болды. Педофилдер де солай. Сондай-ақ Тараздағы баланы дәретханаға тастап кеткен жағдай естеріңізде ме? Бүкіл қоғам шулады. Ал мұндай жағдай апта сайында болды. Өйткені біз тараттық. Жаман жаңалық балалай түсті. Бұл да маятниктің әлегі. Адам тәкаппарланған жағдайда маятник семіреді. Адам жылай берсе де, біреуге ренжи берсе де маятник семіріп кетеді. Яғни негативті жағдайдың барлығы маятникті семіртеді. Содан кейін бүкіл қоғам мұңбаған, үкімет кінәлі деп кете береді. Шал ақынның өлеңі бар.
Иман қой, ақыл қойшы, нәпсі бөрі. Бөріге қой алдырмас ердің ері. Таяқты қатты ұстап қойшы тұрса, жоламас ешбір бәле шайтан бері. Қараңыз, нәпсіні бөріге теңеп тұр. Нәпсісі оянғанда иманыңды жеп қояды. Иманыңды ақылың күзетіп тұрса да, бөріге сақ бол дейді шалақын. Міне, сол желінген нәпсі де маятниктің бірі. Ашу да солай. Сондықтан маятниктің шайқалып кетпеуін өзіңіз бақылаңыз. Негізі маятниктің не екенін түсінген сәттен бастап, одан алыстау жүруге тырыса бастайсыз. Ол үшін маятниктің қандай белгілері болады анықтап алайық. Зеланд мынандай белгілерін айтады. Маятник өзін ұстанатындардың энергиясымен қуаттанады. Соның әсерімен өзінің шайқалуын күшейте түседі. Маятник өзін ұстанатындарды көп тарата бастайды. Яғни өзіне бет бұрғандарды көбейту арқылы энергиясын көбейте алады деген сөз. Маятник өз тарапындағыларды басқаларға қарсы үгіттей бастайды. Біз жақсымыз, олар жаман деген ұстаныммен. Маятник кез келген нәрсені, кез келген адамды күстен алуға дайын тұрады. Ол өзін ұстанбаған кез келген адам кінәлі, жаман деген ұстанымда болады. Маятник жылы жүзді бетпердені жамылу арқылы немесе жоғары мақсаттарды желеу ету, адамдардың сезіміне әсер ету арқылы өз әрекетін ақтай бастайды. Солай ол өзін ұстанатындардың қатарын көбейтеді. Егер жоғарыда аталғандардың бірі сізге жат емес болса, маятниктің бір ұшы сізге де тиген деген сөз. Арылыңыз. 28 күндік ораза. Түпсана сабағымда 28 күндік ораза туралы айтып жүрмін. Қаншама қыздар бар. Алғашқы бір аптасынан кейін-ақ нәтижесін көргендерін айтып жүрген. Өткенде менің Нұрсұлтандағы үйімді ұтып алған көп балалы ана да осы 28 күндік марафонның қатысушы екен. Сонымен не істейміз? 28 күн бойы ешкімді жамандамайсыз, ешкімге жаман сөз айтпайсыз. 28 күн бойы жақындарыңызға тек жақсы сөз жазасыз. 28 күн бойы таңертең аш қарынға бал қосылған жылы су ішесіз. Пайдасын таратып айтпай қойын. Ұстанған кезіңізде көзіңіз жетеді. 28 күн бойы садақа бересіз. Садақа дегеннің тек қана ақша емес екенін жоғарыда айттым. Жақсы сөз садақа деген. Тіпті ілімділер ілімінен, мал-мүлкі барлар мүлкінен садақа берсін деген де бар. 28 күн бойы балаңызға, үйдегілерге ұрыспайсыз. 28 күн бойы әлеуметтік желіде де ешкімнің парақшасына жаман пікір қалдырмайсыз. 28 күн бойы жаман, негативті ақпарат ақтарып, кино көрмейсіз. 28 күннің 24 сағатында маятнигіңізді жүгендеп отырыңыз. 28 күн тілегіңізді тілеп, Алладан дұға қылыңыз. 28 күн бойы өзіңіз ренжіткен адамдардан кешірім сұраңыз. 28 күн бойы сіз тыныштықта боласыз. Көп адамға түпсананы тазалап алғаннан кейін 28 күндік тазалану техникасын берем, яғни 28 күндік ораза. Осы уақыт аралығында балаңа ұрыспасаң, 24 сағат маятнигіңді жүгендеп отырсаң, өзгермегеннен басқа амалың да қалмайды. 28 күн тыныштықта ұйықтасаңыз, одан ары қандай өзгеріс керек? Қазақ айтады, бір күнгі ұрыс 40 күнгі берекені алады деп. 28 күн бойы ұстансаңыз, ақша сізге өзі келеді. Көркем мінез пайда болады. Өзгеріс осы тыныштыққа келеді. Ал түпсананың тазарғанын қайдан білеміз? Машина алам дегем, машина алмадым. Дүниелік нәрсені ойламаймыз. Кредиттен құтыламын дегенмін, құтылмадым. Яғни өзгерісті дүнияви байлықпен екшемейміз. Өзгеріс одан басталмайды. Түпсананы тазалап алдым деп, өзгерісті күттім деп отырып алу емес. Жазуды бастадыңыз ба, ол да өзгеріс. Елдің бәрін кешіріп тастадыңыз, ол да өзгеріс. Әке-шешеңізді ақтап алдыңыз, кешіріп тастадыңыз, ол да өзгеріс. Жаныңыздың дауысын ести бастадыңыз, ол да өзгеріс. Енді тек үлкен өзгерістердің орын алуы ғана қалды.
28 күндік тыныштық сізді позитивті толқынға ауыстырады. Адам негативті толқында болғанда, бірінші адамның киіміне қарайды, екінші түріне, сөзіне қарайды, төртінші жүрегіне қарайды, тек негативті көреді, сосын барып позитивті көреді. Керісінше позитивті көре бастағанда негатив көрінбей кетеді. Түпсана тазаланғанда басқа адамның тек жүрегін көріп тұрады. Мәселен, біреу ішкіш болып кетсе де, оны ішкенінен ақтап алады. Оның орнында болсам мен де ішпететін едім деп тұрады. Сен бүкіл адам баласына адвокат боласың. Адамдар ешқашан өзінен әлді адамға күш көрсетпейді, дауыс көтермейді. Не үшін? Себебі әлсізге күш жетеді, қорықпайды. Өз баласында сонша арады. Ешкімге жоғал, бар әрі деп айтпайды, тек баласын айтады. Бұл әрекетімізбен баламыздың миына өмір қатыгездікке толы деген бағдарламаны орнатамыз. Кінәлау сезімін санасына құйып қоямыз. Түпсананың 99%-ын бұлғайтын өзіміздің отбасымыздан екен. Көңіл күйіңіз түзеліп, өкпе реніштен арылғанда, ауырып жүрген ауруыңыздан да айығасыз. Мәселен, әйелдер бүкіл көңіл күйін, яғни өкпе ренішін жатырына жинайды екен. Мәселен, әйелдердің 60-70% киста, миома, жатырдың төмендеуі, эндометриоз деген аурумен ауырады. Ал еркектер көңіл күйді жүректеріне жинайды. Сол себепті оларды жүректен кетті деп жатады. Давление, инсульт, инфаркт дегендер соның нәтижесі. Әйелдердің жатырына жинайтын ауруы тікелей әкесіне байланысты. Жаман аурумен ауыратын әйелдің ауруы күйеуімен байланысты болуы мүмкін. Соған деген өкпесі, реніші екен. Бүкіл ауралардың психосоматикасын тауып алсаңыз, адаспайсыз. Мәселен, менің өмір бақи гормондарым дұрыс болмады. Десем де, менің Құдай берген қасиетім ауру дегенді қабылдамаймын. Әйелдер кешіреді, бірақ ұмытпайды. Еркектер кешірмейді, бірақ ұмытып кетеді. Осы орайда әйелдер күйеуін ақтап алып кешірсе, ауру өзі кете береді. Яғни аурудың тамырын жұлу керек. Өміріндегі ер азаматтарды ақтап алғанда жатырында емдеп алады. Тағы бір техника құрсақпен демалу. Медитация мен ем. Біз кеудемізбен демаламыз. Сол себепті өксікті кеудеде ұстаймыз. Құрсаққа таза ауа жіберу арқылы емдеу техникасымен мен өз-өзімді емдеп алдым. Жатырында миомасы бар қыз келді алдыма. Оған менің жатырым таза, сау деп аффирмация айтқыза бердім. Яғни өз мақсаттарымызға тапсырыс беріп жатқанда орындалады. Кез келген нәрсені біз маңызды деп ойлағанда, ол бізден қашады. Балалар ұбт тапсыруда 10 жылдағы білімді 2 айға қалай есте сақтайды? Ұмытып қалады. Неге? Уайымнан ұмытып қалады. Себебі балаға, сен ұбт тапсырсаң, ана жерде оқисың, сен білімдісің, тапсыруың керек деп жүктеп қоямыз. Балада қорқыныш пайда болады. Өз-өзін кінәлайды. Біліп тұрған нәрсесін ұмытып қалады. Мен балама диплом алмасаң да сен өлмейтін баласың дедім. 103 бала алды. Балаларымыз қорқынышпен кіреді емтиханға, және сол қорқынышты ақтап шығамыз. Үй аламыз, оны қашан аламыз, кімге барам деп уайымдаймыз. Оның орнына алсам жақсы, алмасам одан да жақсы. Бәрі ойдағыдай, Алланың бұйыртқаны болады деу керек. Түпсана ойға таңдау жасай ала ма? Көптеген психологтар мен басқа да мамандардың зерттеулердің нәтижелері бойынша, олардың кейбірі арнайы гипноз тәсілдерін қолдану арқылы мынадай қорытындыға келіпті. Адамның түпсанасы ешқандай таңдау жасай алмайды. Яғни қандай да бір ойға тоқталу үшін салыстырмалы түрде таңдау жасай алмайды екен. Сарапшылар қайта-қайта тәжірибе жасай отырып, сол адамның түпсанасының кез келген идеяны, кеңесті қабылдай беретінін байқаған. Ол мейлі түбегейлі жалған ой болса да, тіпті адамның миына сыймайтын идея болса да қабылдай береді екен. Сондай-ақ түпсана қандай да бір ойды қабылдайтын болса, оны жүзеге асырмай тынбайды екен. Егер ойыңыз нашар болса, түпсана сіздің өміріңізге жағымсыз, жаман оқиғаларды тарата бастайды.
Жағымды ой ойласаңыз, сізге тек өмірдің жақсы сәттерін жинай бастайды. Джозеф Мерфи өзінің «Большая книга силы подсознания» кітабында мынадай мысал келтіреді. Өте мықты гипнозшы маман қабылдауына келген адамға гипноз кезінде оның Наполеон Бонапарт немесе ит екенін айтады. Ал тәжірибе жасалынған адам шын мәнінде өзінің Наполеон екеніне сеніп, әрекеттері мен қимылын, тіпті ойын да Бонапартқа ұқсата бастайды. Енді бір сәтте ит екенін айтқанда, гипноз жасаушымен ешқандай пікір таластырмай-ақ, төрт аяқтап жүгіріп, шәуілдеп үріп кеткен. Мұнда оның түп санасы жаңа бұйрық алды да, адамның тұлғалық образы өзгеріп сала берді. Тағы да бір мысал. Бір гипнозшы қабылдауына келген адамға оның арқасы қышып немесе мұрнынан қан ағып кетті деген ойды сіңіріп, келесі адамға мұра-мұрла қатып қалған мүсінсің, енді біріне сен жаурап тұрсың десе, әр адам өзіне берілген ойды бұлжытпай орындауға тырысқаны соншалықты бірінің мұрнынан қан аққан. Әрине, гипноз жасаушы бұл адамдардың санасын ұйықтатып тастау арқылы өз бұйрығын орындатып тұр. Сол себепті де ол адамдардың ешқайсысы гипноз жасаушының бұйрығына қарсы келмей, айтқанын екі етпей орындап тұр. Орындатып тұрған түп санасы. Бұл не деген сөз? Яғни адамның түп санасына қандай бұйрық түссе де, дұрыс емес деп баға бере алмайды, таңдау жасай алмайды. Адамның істемес қой деп салыстырмалы түрде түсінік жасай алмайды. Айтылғанда бірден орындауға кірісіп кетеді екен. Сондықтан кез келген ойды ойлаған кезде түп санаңызға кетіп қалмауын қадағалаңыз. Ал түп сана қай кезде қалауыңызды орындай алатынын жоғарыда жаздым. Қайталап айтайын, ұйқыдан оянған сәт пен ұйқыға кетер кезде тек жақсы ойлар ойлаңыз. Әрине, түп сана тәулік бойы жұмыс істейді. Бірақ ол уақытта біздің ақылымыз да тынбай жұмыс істеп тұрады. Ойымыз сол сәттерде тұтастай болмаса да бақылауға алынған. Түп санамен емдеу. Түп сананы тазалау арқылы адамның өз-өзін емдей алатынын сабақтарымда жиі айтып жүрмін. Өздерінің рұқсатымен кейбір шәкірттерімнің сөздерінде әлеуметтік желідегі парақшама салып та жүрмін. Бір апайымыз аффирмацияның құдіретімен қатерлі ісіктердің жеңіп шыққанын айтып, сабағыма келіп батасын беріп кеткеніне көп оқырманым куә. Сондықтан ол мысалдарды қайталап жазбай қояйын. Дегенмен түп сананың адам денсаулығын қалай емдей алатынына аз кем тоқталсам деймін. Сонымен түп сана адам ағзасының барлық қызметін қалай бақылай алады? Осы сұраққа жауап іздейік. Мәселен, сіз ұйықтап жатсыз ба, әлде сергек жүрсіз бе? Сіздің түп санаңыз өзінің аса сезілмейтін, естілмейтін жұмысын істей береді. Түп сананың жұмысын терең зерттеген Джозеф Мерфи адам өмірінің маңызды қызметтерін атқаратын барлық функцияларын түп сана ақылдың қатысуынсыз басқарады дейді. Мысалы, ақыл ұйқыға кеткенде адам ағзасы жұмысын тоқтатпайды. Адам жүрегі адам ұйқыға кеткенде де соғысын жалғастыра береді. Сол секілді өкпеде демалысын реттеп, тыныс алу, қан айналымы да жұмысын тоқтатпай, адамның сергек кезіндегі де жұмыс істей береді. Ал ас қорыту процесі басқа да ғалымдар толық анықтап болмаған ағзамыздың ішінде болып жатқан сан процесті түп сана басқарып отырады екен. Тіпті адамның шашы мен тырнағы да ұйықтап жатқан кезде өсе береді екен. Айтпақшы, ғалымдар адам ұйықтап жатқан кезде күндізгі уақытқа қарағанда көп терлейтінін анықтаған. Тек көру мен есту жүйесі ғана адам ұйықтағанда белсенді емес. Ол түсінікті әрине. Бірақ адам миы түнгі уақытта да белсенділігін сәл де болса кемітпейді екен. Сол себепті де кей адамдар ұлы идеяларын түсінде көреді. Мәселен, Менделеев өзінің әйгілі элементтер кестесін алдымен түсінде көрген. Демек, түп сана адамның әр ағзасын өз ритмімен жұмыс істеуіне түкте кедергі жасамай басқарып отырады. Бірақ біз ол ритмді ақылымыз оянған соң құртып алады екенбіз. Құртатындар қорқынышымыз, ашу, ыза, депрессия, өкпе, реніш. Мамандар осындай ойлар миға келгенде түп санамен міндетті түрде сөйлесіп, жаман ойды алыстатуға кеңес береді.
Медитация арқылы ағзаңызды босатып барып сөйлесуге болады дейді. Сонда түп сана бар күшімен сіздің өміріңізді қорғап, адам ағзасын қандай да бір аурудан жазуға тырысады екен. Тек оған бұйрық дұрыс берілсе болғаны. Адамның ағзасын түп сана қалай қорғайтынына қатысты бір мысал. Мәселен, сіз ұзақ отырып қалғанын қандай да бір өнімді жедіңіз делік. Сол сәтте сіздің түп санаңыз әлгі өнімді сыртқа шығаруға тырысады. Тіпті улы зат қабылдап қойсаңыз, ағзаңыз әлгі өнімнің уын қайтаруға күш жұмсайтын көрінеді. Егер сіз түп санаңыздың күшін сенсеңіз, ол сіздің ағзаңызды толық қалпына келтіре алады екен. Бақытты болу әдеті. Сіз түп сананың күшін түсінген күні, түп санаңызды өзіңіз тыңдай алатын және талабыңыз бен тілегіңізді тыңдата алатын күні, кез келген кедергіні түп санаңызға айтып шеше алатын күннен бастап, сіздің өміріңізге ұзақ мерзімді бақытты күндеріңіз басталды деп есептей беріңіз. Өйткені түп сананың тілін түсіну арасында да қолыңызда сиқырлы таяқшасы бар адамның мүмкіндігі бар деген сөз. Сіз сол күннен бастап бақыт деген өтпелі сәттер ғана деп ойламайтын боласыз. Ал бақытты боламын деп, оны ертеңгі немесе арғы күнгі ауыстырып қойып, күте беру дұрыс па? Бұл кітаптан сіз түп сананы бағындыру арқылы адамның миына келмейтін дүниелерді де жасауға болатынын түсіндіңіз. Ендеше неге ертеңгі күнді күтіп отырсыз? Бақытты болуды бүгіннен бастаңыз. Джозеф Мёрфидің бір фермер туралы жақсы әңгімесі бар. Ирландияның батысындағы бір шаруа қожалығына барған ол, сондағы фермердің үнемі көңілді, ән салып, позитивті көңілде жүретінін байқап, өмірді ерекше сүюінің құпиясын сұрапты. Сонда әлгі фермер күн сайын осындай көңілді сәтпен оянып, өзінде барға алғысын айтып, түнгі ұйқы алдында да рахметін айтып, бақытты екенін есіне алып жүретінін айтқан. Кейін бұл әдеті, яғни бақытты болу сәті, бақытты болу әдетіне айналған көрінеді. Біз ылғи айтатын аффирмацияның күн сайын айтылуы секілді дүние ғой. Ендеше әдемі әдетті, бақытты болу әдетін сіз де қалыптастырып алыңыз. Сенбей жүргенше жасап көрген жақсы емес пе? Кейбір адамдар болады, үнемі көңілсіз жүреді. Олар тіпті бақытты болудан қорқады. Бақытты сәтін жария жасаудан қорқады. Көз тиеді деп басқалардың айтуына да рұқсат бермейді. Бұл дегеніңіз психологияның тілімен айтқанда, ол кісілерге өздерінің бақытсыз сәттері ұнайды деген сөз. Бақытты сәті келсе, ол жағдай оған ыңғайсыздық туғызып, қайтадан көңілсіз сәтіне оралуға асығады. Егер сіз менің кітабымды оқып отырсаңыз, өзгеруге, өзіңізді дамытуға ниет еткеніңіз деген сөз. Сіз ол адамдардан емессіз. Біз бақытты болу әдетін қалыптастырғандар тобынан болайық. Бұл менің сабақтарымда үнемі айтатын сөзім. Бізде бәрі бар. Бізде байлық та, бақыт та, бәрі де бар. Түйін. Бұл кітапты бір оқып шығып түсіне алмасаңыз, қайтара оқыңыз. Қажет болса, бірнеше рет оқыңыз. Оқып қана қоймаңыз, кітапта айтылған техникаларды жасаңыз. Жасап қана қоймаңыз, әдетіңізге айналдырыңыз. Қайталап айтайын, бүкіл бөгет адамның миында. Түп санасы тазармаса, мотивация, визуализация, аффирмация деген дүниелер мүлдем көмектеспейді. Мотивацияны қайдан аламыз? Адам өзінен алады. Адамға адам энергия бермейді, адам энергияны өзінен алады. Алла тағала адамның өсуіне бар мүмкіндікті жасап қойған. Президентке де берілген 24 сағат, сізге де берілген. Оған берген денсаулық, 2 қол, 2 аяқ, 10 саусақ сізге де берілген. Оған берілген ми сізге де берілді. Бірақ неге ол жетістікке жетіп, ал сіз кедей болып отырып қалдыңыз? Сіздің жұмысыңыз жоқ. Кім кінәлі? Өз-өзіңізге сұрақ қойыңыз. Бір сұрақ емес, 1000 сұрақ қойыңыз. Кез келген мәселенің шешімі өзіңіздің ішіңізде жатқанын ұққан кезде қайтесіз? Әрине, қиындығыңызды өзіңіз жеңіп, мәселеңізді ешкімнің көмегінсіз өзіңіз шешесіз. Алла сондай мейірімді, жомарт,
Ендеше сондай жомарт Алладан қарызымды жаба алмай жатырмын десеңіз, сұрағаның орындалмай қояды деп ойлайсыз ба? Біз психология арқылы алынбайтын қамал жоқ екенін білдік. Сондықтан бүкіл проблеманың шешімін психологиядан таба аламыз. Негативті ойларды позитивке алмастыру, еріншектікті жеңу, қорқыныштардан арылу, сенімділікті арттыру, энергияңызды үнемдеу, поток ашу, стресске түспеуді, кемшіліктермен күресуді, маятникті қозғамауды үйрену үшін бір кітап оқу жеткіліксіз. Ізденіңіз, оқыңыз, өзіңізді зерттеңіз. Менің кітап жазудағы мақсатым не? Әрине мен әлемді өзгерте алмаймын. Бүкіл адамзат баласын қиындықтан құтқара алмаймын. Себебі әр адам баласы әр қиындықты өзі тауып алады. Ойынан, тілінен, сөзінен. Мен адамдардың бәріне осыны айту арқылы өз әлемімді өзгерткім келеді. Әр адам өзінің әлемін тазалай алса, өзгерте алса, біз әлемімізді солай ғана өзгерте аламыз. Баюдың да, бақытты болудың да, жетістікке жетудің де кілті мейірім мен махаббатта. Ең бірінші Аллаға деген махаббат, одан кейін адамзат баласына деген махаббат. Өмір бақи біз осыдан адасып келдік. Ендеше көкірек көзіңіз ашылған екен, күресу керексіз, қайтпау керексіз. Кез келген бала анасымен тығыз байланысты, тіпті бөлек тұрса да. Көптеген аналар қыздарының ажырасатынын, ұлдарының сотталатынын, бірдемеге ұшырайтынын жүрегім сезетін деп жатады. Ана байғұс жанашырлықпен сақтандырамын деп тыныш жүр, қаңғырма, сотталасың, ұрынасың деп шырылдап жүріп, баласын қалай отқа итеріп жібергенін байқамай жатады. Өткен аптада Шымкентте 70 жастағы апа келіп, сенің сабағыңды көріп өмірге енді келгендей болып жүрмін. Әттең осының бәрін сәл ертерек білсемші деп алғысын айтып жатыр. Өзімізде орынсыз уайыммен қанша қателік жасадық. Пешенеме жазылған деп бір түскен орға мың қайтара түскеннің бірі мына мененмін. Бірақ түп санамды түсіндім, тазаладым. Тазаланған түп санама тілектерімді жаздым. Аллаға шүкір, орындалды. Балалар үйіндегі барлық балалар аналарына хат жазғанда, анашым, мен сені сағындым деп бастайды екен. Өмірі көрмеген адамды қалай сағынуға болады? Себеп бала ананың жатырынан шығады. Кіндігі байланып туады. Байланыс деген осыдан басталады. Қазір көптеген жас отбасылар баланы дүниеге әкелместен бұрын денсаулығын тексертіп, дүниеге бала әкелуге арнайы дайындалады. Витамин ішіп, денсаулықтарын түзеп, әзірленетін жастар көп. Ендеше жаман әдеті болса, ол әдетінен алыстап, жақсы әдеттерді қалыптастыруға тырысу керек десе, дәл осындай темппен неге миымызды, түп санамызды да жаңа өзгеріске, баланың дүниеге келуіне дайындамасқа? Ал бала дүниеге келгеннен кейін, кішкентай кезінен бастап психология бойынша тәрбиелесек, балаларымыз болашақта біз сияқты қиналмайды. Әркімнің пікіріне алаңдап, ел не дейді деп жалтақтамайды. Ата-анасы секілді өкпе ренішін ішіне тығып, түп санасын жағымсыз оймен толтырып, сол күйдің шақырушысы болмайды. Қалай дүниеге келді? Түп сананың тура сондай мөлдір, таза күйін түбегейлі болмаса да сақтап қалуға болады. Ол үшін не істеу керектігін айттық. Алла бұйырса, алдағы уақытта бала тәрбиесі және ақша деген кітаптарымда жарыққа шығады. Үнемі айтамын, қайталап тағы айтамын. Түп санаңыз тазаланса, сіздің алмайтын қамалыңыз, шешімі жоқ, мәселеңіз болмайды. Аллаға шүкір, маған өте ақылды балалардан нәсіп қылды. Бірақ мен кешегі күндері ұлым мен қызымды тәрбиелеу барысында жасырмаймын, қол көтергенде кездерім болды. Өйткені ол кезде баланы ұрып тәрбиелейді деген түсінікте едім. Тіпті кішкентай кезінде өте көп сөйлейтін балам Бегланға миымды шаршатпаш деп айғайлайтынмын. Ақымақтығым сол екі баланың анасымын деген нәрсені ұмыттырыпты. Өзімше ауқымды мәселелерді шешіп жүрмін деп ойлайтынмын. Қателесіппін. Алла тағала ананың баласына жасаған дұғасы қабыл болады дейді. Әйелдер энергетикалық тұрғыдан баласын және күйеуін өсіре алады. Еркек қай кезде өспейді, әйелінің претензиясы көбейген кезде. Алла тағала ер азаматыңа бағын дейді. Адам кімге бағынады?
Бастығыңа нан алып келші, қолыңды жуып келші деп айтасың ба? Жоқ. Ендеше Алла тағала айтқандай, күйеуіңе бағын десе, оған бағыну керек. Ал бала кезде баланың түп санасын тазалауды емес, былғамауды ойлану керек. Былғап үлгерсек, аффирмация айту керек. Жалғыз басты әйелдердің жүрегінде әкесіне ауып кетіп, мені жақсы көрмей қалама деген қорқыныш бар. Әкесіне деген сағынышты емес, мен жаман болып қалам ба деп өзімізді ойлап тұрамыз. Баланы ешкім ойламайды. Бала қателік жасаса, баланы емес, ел не дейді деп ойлаймыз. Дұрысы баланың жүрегіне кіру керек. Үлкен әйелдерге баратын еркектер анасын іздеп жүргендер, кезінде жетпей қалған махаббатты іздейді. Әкесіз өскен қыздар өзінен үлкен жігіттерге тиеді. Әйел өзімен ажырасып кеткен күйеуін балаға жамандамау керек, бірақ әкесінің бақытсыз екенін айту керек. Он шынымен де бақытсыз, өйткені әлі мейірім таппай жүр. Сіздің дұшпандарыңыз бар ма деп сұрақ қоятындар бар. Дұшпаным жоқ. Сізді жек көретіндер жетерлік қой дейтін шығарсыз. Олар дұшпан емес, олар мені күресуге үйретіп биіктеуіме ықпал еткендер. Сізді айбаттайтындардың көп екенін байқадым дейтін шығарсыз. Олар маған тіпті де дұшпан емес қой. Жандарым, олар менің шашымнан көп қателігімді азайтып, күнәмнен арылтушылар. Сізге қайта-қайта тиісіп, көңіл күйіңізді түсіретіндерге қандай амал жасайсыз деймісіз? Мен олар үшін дұғадамын. Мен адамдардың бәрін жақсы көремін. Мен адамдарды дос, дұшпан деп бөлмеймін. Кезінде кейбіреулерді дұшпан санағаным үшін қазір қысыламын. Олар жаман емес, жаман қылып көрген менің көздерім екен. Олар жаман емес, жамандай берген менің аузым екен. Олар жаман емес, менің ниетім жаман болған екен. Шындығында жаман адам жоқ. Тағы да айтамын, менің жеткен жетістігім басқа адамға жетістік болмауы мүмкін. Бірақ өзім үшін таудай жетістік. Мен бүкіл өмірім халықтың көз алдында келе жатқан адаммын. Бірақ психология арқылы нені түсіндім? Анығында маған бүкіл мақыт берекенің барлығы айтыс деп ойлаппын да. Айтыстан кетсем, елдің көз алдынан да кетемін деп ойладым. Сөйтіп өшемін, көзден кетемін деген пікірде едім. Бірақ психология арқылы танымалдылығым артпаса кемімеді. Яғни мендегі бақ пен береке тек айтыстан еместігін, ең алдымен Алладан екендігін түсіндім. Яғни Алла тағала адамға беретін несібесін қайда барса да бұйыратындығына көзім жетті. Оны бүгін де дәлелдеп жатырмын. Одан кейін психология арқылы кезінде таудай көрінген проблемаларым қазір түймедей екенін түсіндім. Маған кезінде таудай биік көрінетін, шыға алмайтын асуларым менің миымда ғана биік екендігін түсіндім. Ал адам мінезіне, жалпы психологияға дейін және кейінгі кездеріңізде айырмашылық бар ма десеңіз, менің мінезімдегі өзгерісті халық байқап жатқан болар деп ойлаймын. Бұрын мысалға мен ақын шындықты айту керек деген позициямен келдім. Ешкімнің көңіліне қарамау керек деп ойладым. Ол солай да. Бірақ адам көңілін қалдыру мешітті қиратқанмен тең сияқты. Сондай-ақ адамның көңілін қалдыру деген сөз, ол тас қорғанды бұзудан да қиын екен. Жасыратыны жоқ. Көңіл қалдыру деген қазір бізге шымын шаққандай әсер етпейді. Қанша адамның көңілін қалдырдық, бірақ жүре береміз. Ал соның салдарынан жолымызды байлап алатын да өзіміз екен. Біреудің мінін көргенше, біреудің мінін тергенше, өзіңмен алыс өлгенше деген ғой. Психологияның мәні де осында. Ешкіммен алысып, ешкіммен жарысып та керек емес. Ешкімді жек көріп, ешкімге өкпелеудің де қажеті жоқ. Маған бәрі тисе береді десеңіз, демек сіз өзіңіздің жан дүниеңізде тыныштық болмаған соң сізге тисе береді. Ішкі жан дүниеңізде өзіңізге көңіл толмаушылық, өз-өзіңізді бағалауыңыз төмен болған кезде сізді кемсітетіндер де көп болады. Сіз неге біреуге ренжисіз кемсітеді деп? Сіз өзіңізді өзіңіз бағаламай отырғанда. Сіз маған енем неге көйлек сыя келмейді деп ренжисіз. Өйткені сіз өзіңізге қимайсыз сол нәрсені. Олар тек қана сіздің тапсырысыңызды орындап жатыр. Балам айтқанымды тыңдамайды дейсіз бе? Өйткені сіз өзіңізді тыңдай алмайсыз.
тыңдата да алмайсыз. Тыңдай білетін адамдар жай сөйлейді. Жай сөйлеп-ақ өзін тыңдатқыза алады. Өйткені олар тыңдауды біледі және тыңдата алады. Ал өзін тыңдата алмайтын адамдар айғайлап сөйлейді. Сондықтан оны да ешкім естімейді. Өйткені айқай, ұрыс, өкпе, реніш адамның жолын байлайды. Ал қызғаныш адам жолындағы сәттілікті бөгейді. Реніш денсаулықты құртады. Өкініш болашаққа деген қадамды жояды. Адамдарға мейірім мен махаббат сыйлау арқылы ешқандай ұрыс-керіс, талассыз-ақ өте биікке көтерілуге болатынын ойыммен түсіндім. Жалпы психология саласындағы қыздардың әрқайсысының еңбегі бар. Ешқандай психолог ажырасуға, ұрсуға, адамдарды жек көруге, бетбақтыққа тәрбиелемейді. Демек, бүкіл психологияның түбі мәдениеттілікке, ғафулыққа, махаббатқа алып келеді. Ислами психологияның ұтатын жері сол. Бірінші, Аллаға деген махаббат. Аллаға деген сенім мықты болғанда бәрі тамаша болады. Ал адам қай кезде қорқады, жоғарыда айтып өттім, тағы да айтамын. Алладан бетін теріс бұрғанда қорқады. Адам қылмысты не үшін жасайды? Ешкім көріп тұрған жоқ деп жасайды. Ал мұсылман адам олай істемейді. Өйткені ол қашанда Алланың жанында екенін біліп, ештеңеден қорықпайды. Алланың көмектесетінін біліп, ешқандай қиындықты уайымдамайды. Сенің басыңның амандығының өзі, деніңнің сау болғанының өзі баға жетпес байлық. Алланың өлшеусіз нығметі. Біз шүкіршілік ету арқылы осыны көреміз, сезінеміз. Ал аффирмация айту арқылы жақсылықты өзімізге шақырамыз. Мұның бәрін бағдарласаңыз, осы еңбегімде жаздым. Түп сана өміріңізді тек жақсы жаққа түбегейлі өзгертсін.